Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біздер мынандай керемет әрі дәмді болып шығатын медовый печенье, яғни балды печенье жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Алдымен жарты ұнымызға сары майымызды салып, миксермен араластырамыз. Одан соң балымызды қосып, тағы миксермен араластырамыз. Миксер болмаса қасықпен де араластыра беруге болады. Қопсықшымызды салып, жұмыртқамызды салып, және де стикерімізді салып, тағы жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығы араластырып болған соң қолымызбен осылай жарты ұнымызды салып, тағы да елеп жібереміз. Бір келкі қамыр болғанға дейін елейміз. Қамырымызды 30 минутке демалдыртамыз. 30 минут демалып болған соң осындай дөңгелек етіп печенье жасайтын боламыз. Печеньемізді 190 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Біздің печеньеміз осымен дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін, өйткені өте дәмді болып шығатын печеньенің бірі.